базар жоқ. Өзім кітап жазамын деймін, походу. Показания. Герцогиня добивается ареста убийцы. Жаңағы көрді ғой. Герцогиня, бірақ оны өлтірді да, алдыңғы затында, бірақ мынада өлтірмейді. Уже өлім бұған жеңіл жаза деп есептейді. Сол үшін бұны 25 жылға бас бостандығынан айыру керек. Пистолетті дворецкий барып алады. Мына жерде свидетель, уже детектив қарап тұрады. Қарап тұрған кезде залда герцогтың тұрғанын көреді, және де оны дворецкий атып түсіргенін көреді. Герцогиня бұған шыдамайды, герцогиня шығады да детективке айтады, наоборот болсын, давай мына жерде герцогиняны мына жерге қояйық. Сосын герцогиня мен детективті кездестірейік. Герцогиня айтады, менің байымды, міне мына жерде детектив ойланып тұр, герцог қайда екен, еп твою мать, 25 мың қарызы бар еді, что-то бермей жүр маған дейді. Герцогиня келеді, оның байын дворецкий өлтірген туралы айтады. Тоже қарап тұрады. Жоқ, қарап тұрмайды. Уже енді ол қарап тұратын болса, мына жерде пытшыт болып кетеді. Пистолетке барады. Детектив қолдың іздерін көреді ма? Көрмейді. Жоқ, өйткені ол пистолетті қайтадан алып келген жоқ. Залда детектив ойланып тұрған кезде дворецкий оның біліп қалған туралы білмейді. Сол үшін үстінен түседі. Чатам, чатам.